Так, мынау қораның ішіндегі қора, қораның сыртындағы қора. Күшті. Қазақ ауылдың иісін-ай. Жоқ. Мына жерде не бар екен деп кетсем, бұл деген не? Ненің туалет тастан салған. Мысық. Осы үйде мысық сияқты. Мурка. Мурка. Привет. Дай лапу. Лапу дай. Лапу дай десем. Сен білмейсің ма ондайды? Қазақша айту керек дейсің. Қазақша сөйлесем білемін, түсінемін дейді. Орысша түсінбей жатыр ма? Қойшы дейді, кеттім дейді. Не айтып өтін олар деп. Мына жақта деген шарбақта үлкен үй салынып жатыр. Үйдің ішін, несін, планировкасын көрген жоқпын. Барып қара кетейік. Қандай екен. Мен қызым айтпақшы, қасында. Не дейді? Мен шарбағында деген зоопарк бар дейді. Үйінің ішінде музей бар ғой дейді. Так. Мынау кіреберіс, да? Мына жағында анау ванный ма? Не жатқан? Кладовка деймін. Қыта қандай ма? Қытай, Ванныйға қытай, енді кладовка или туалет бірдеңе, да? Солай жер. Так, мына жерде холл. Мына жақ кухня ма екен? Мына кухня, мына жағында кладовкасы бар, да? Қытай ма? Қытай. Жаңа кладовка. Кухня. Так, бәрін болыпты, төбесін шипырлап, ішін майлап қойыпты. Төбесін андай қылып шипырлап тастаған. Тоқ жүрмеген ішіне. Апасы, мына жерде лестница болады деп айтты. Көрдің бе, лестницаның орныдан жоғарыға шығатын, да? Бүйтіп тұрады, бүйтіп келеді. Мынау холл, мынау зал, да? Мынау зал. Мына жақта тағы да зал шығар, да? Спальнялар бар ма? Бірінші бар? Мынау бір комнаттан бір комнатқа кетеді. Мына жақта тағы біреу бар ма? Бір комнаттан бір комнатқа шығатын қылып қойған, да? Біз екінші этаж қараймыз. Жерде? Неғылдайды не тана? Лестницаның орны ше? Жоқ, жердің астынан. Чердак? Чердак сияқты. Погреб дейтін еді баяғыда. Погреб қандай, жертөле сияқты. Мына мысық менің артынан қайтып келіп қой. Қалай қызым? Ұнады ма саған опорный? Баянды кел. Жоқ, ұнай ма? Осы жаққа тұрғың келе ма? Жоқ. Қалаға тұрғың келеді дейсің бе? Тұрғың келмейді, просто андасында қыдырып демалып кетуге болады, да? Бір үйден шығып, бір үйге қонақ болып отырмыз біздер. Әлі осы жақта жүрміз. Сағат түскі